Майқайың алтын кен байыту фабрикасы 1 сәуірге дейін жұмысын тоқтатты. Бұған кен орнының түгесілген себеп болған. Жалпы Майқайыңнан береке қашқалы 1,5 ай болды. Қаңтардың 3-нен 4-не қараған түні жер опырылып, құтқарушылар мінген автобус терең орға құлап кеткен еді. 2 құтқарушының денесі табылды, ал автобус жүргізуші мен тағы бір құтқарушының денесі әлі іздестіріліп жатыр. Апаттан кейінгі тексеру көптеген кемшіліктердің бетін ашты. Кеніште өндірістік қауіпсіздік сақталмаған, кен қазылған жерлерге топырақ толтырылмаған. Соның салдарынан көптеген бос кеңістіктер пайда болған. Мұндай олқылықтар еліміздің басқа да шахталарында кездеседі. Майқайың алтын кен байыту фабрикасының тарихы тереңде жатыр. 1932 жылы құрылған кәсіпорын минералдық шикізат өндіріп өңдеумен айналысады. Ал 1997 жылдың қарашасында шетелдік компанияның басқаруына берілді. Бүгінгі күні пайдалы қазбаларға бай өлкенің тұрғындарынан маза кеткен. Олар құтқарушылар мінген автобус сияқты бізде бір күні жер астына құлап кетеміз бе деп қорқады. Солардың бірі Жамал Жұмабайқызы. Үйі кенішке тиіп тұр. Ана төрт жігіт шахтадан аварияға шығаны қазір үрейде өмір сүріп жатырмыз. Астына түсіп кетеміз бе деп қорқып. Зірік болғанда қатты үй қозғалады, қабырғалар түседі. Қорамыз құлайын деп тұр. Алайда жергілікті әкімдік бұл үйлердің астында шахта жоқ, кеніштен қауіп төнбейді деп сендірді. Ал апаттан кейін жүргізілген тергеу нәтижесінде кәсіпорында еңбек қауіпсіздігінің өрескел бұзылғаны анықталды. Кеніштерде бос кеңістіктер жабылмаған. Қазір кәсіпорын аумағындағы барлық бос орындарға геосканерлеу жүргізіліп жатыр. Ғылыми зерттеулер басталды. Үйлер кенішке жақын ауыл тұрғындарының шағымынан кейін Баянауыл әкімдігі жер қыртысын зерделеп, сканерлеуге қаражат бөлу мәселесін қарастыруда. Енді осы үйлер бойынша үй департаменттің құзыретіне кірмейді. Департамент қауіпті өндірістік нысандарда өзінің қызметін атқарады. Жер асты руднигінен үйге дейін 500 метр болу керек. Біздің алдын ала мәліметтеріміз бойынша үйлердің бөлігі осы арақашықтыққа сай емес. Мұндай жағдай өзге өңірлерде қайталанбасына кім кепіл? Мәселен, Қарағанды облысында көмір бассейніне қарасты 26 шахта болған. Оның 18-і жабылды. Бірақ бұрынғы орындары әлі күнге дейін ашық күйінде қалып отыр. Тереңдігі 40-50 метрге жететін қауіпті жерлер бар. Ондағы ұңғымалар мен желдеткіштер залалсыздандырылмаған. Жер қатпарларынан бөлінген улы газдар ауаға тарайды. Мамандардың айтуынша, пайдалы қазба салынған жерді жабудың бірнеше әдісі бар. Бірақ ол экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Үкімет инвесторлардан қазылған жерді қайта жабуды талап ету керек дейді сарапшылар. Ашық кеңістіктердің реестрін енгізу деген қажет болып тұрған сияқты. Өйткені мысалы үшін біздің Қарағанды болсын, Жезқазған болсын, Өскемендегі шахталар болсын, бәрі ашық кеңістікпен соның реестрі өнделіп, әр жер қойнаушы өз ашық беттерін сол реестрге толтырып отырса, бұл да бір жақсы информация болады. Жезқазған шахталары да кезінде кеншілер үшін салынған Сәтпаев қаласына тым жақын орналасқан. Бұл аумақта 1982 жылы алғаш рет жер опырылып, жұмысшыларды таситын автобус үйінің астында қалған еді. Ардагер кенші Абулайыс Мулақов ол кездері шахтада қауіпсіздікке аса мән берілетін еді дейді. Біздің уақытта өте қауіпті жерлерді жаңа инертный материалдармен жаңа соны бекітіп, ана жерді пустотный жерді жабаттығын. Енді нарықтың заманы болды, 90 жылдар ол құрдымға кетті, қазір ондай жоқ. Түбі ол жаңағы өзіміз тұрған поселкінің бәрі ашық карьер болады, ашық әдіспен сол рудалар алынатын болады. Кен өндіру көлемі ұлғайған сайын қалаға жақын Жезқазған кенті мен сол маңдағы ауылдардың асты терең ұңғымаға айналды. Кез келген уақытта опырылып кетуі мүмкін. Сондықтан 2012 жылы ондағы 3000-ға жуық тұрғынды қауіпсіз жерге көшіру басталды. Ол үшін Сәтпаев қаласынан жаңадан ықшамаудан бой көтерді. Көппен бірге қоныс аударған жандардың бірі Маргарита Грин. Шахтада жару жұмыстары жүргізілген кезде оның дауысы анық естіліп жататын. 2010 жылдары ол аумақта тұрудың қауіпті екені ашық айтыла бастады. Содан кейін ақырындап көшуге тура келді.
Бүгінде аталған елді мекенде бұзылған үйлердің орны ғана қалды. Айналасы қоршалып, қауіпті аймақ деген белгі қойылған. Жерасты қойнауын пайдаланушы компания болашақта бұл жерде ашық әдіспен кен өндіруді жоспарлап отыр. Ал Майғайың кентіндегі кен орнына жақын үйлерді көшірмеу жайы арнайы комиссияның шешімінен кейін белгілі болады. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Хабар, аймақтағы тілшілердің көмегімен.